125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша өте қызықты тақырыпты өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Біріккен ұлттар ұйымының құрылуы деген тақырыпты өтеміз. Жалпы балалар, Біріккен ұлттар ұйымының эмблемасы мына эмблема болып саналады. Бұл ұйым 1945 жылы құрылған еді. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымының құрылуы туралы өте маңызды оқиға болып саналады біздің жер планетамызда. Себебі оның негізгі міндеті халықаралық бейбітшілікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықтар мен мемлекеттердің арасындағы ынтымақтастықты дамыту еді. Осылайша 1945 жылы сәуір айында Америкадағы Сан-Франциско қаласында Біріккен ұлттар ұйымы деп аталатын ұйым құрылған еді. Осылайша Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы қабылданды. Ол жерде айтылғандай халықтар арасындағы достық қарым-қатынастардың теңдігі, одан бөлек елдердің дамуы, басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау, халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу және күшті қолдануды болдырмау деген сияқты осындай Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы бар екен. Балалар, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын жазып алыңыздар. Бұлар ұбт-дан келеді. Енді келесі айтатын маңызды мәлімет 1945 жылы 24 қазанда Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы өз күшіне енді. Осылайша бұл күн жыл сайын Біріккен ұлттар ұйымының күні болып саналады, яғни 24 қазан. Біріккен ұлттар ұйымы 45 жылы бұл ұйымға 51 мемлекет кірді, кейін олардың мүшесі 50 жылдардың соңына қарай 83 мемлекетке көбейсе, ал қазіргі кезде Біріккен ұлттар ұйымына 193 мемлекет мүше екен. Балалар, бұл сұрақ өзімнің жеке опытымнан келді, балаларға келіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымына 45 жылы қанша ел кірді десе, 51 ел дейсіздер, 50 жылдардың соңында 83 мемлекет, ал қазір 193 мемлекет кірді. Біріккен ұлттар ұйымының басқару органдары екеу. Біріншісі бас ассамблея, екіншісі қауіпсіздік кеңесі деп аталады. Бас ассамблея Біріккен ұлттар ұйымының барлық мүшелерінен тұратын кеңес, яғни бас ассамблеяға 193 мемлекет мүше. Барлығы. Ол жерде любой мәселені айта алады. Ал қауіпсіздік кеңесіне 15 ел мүше. Оған 5 ел тұрақты мүше, ал 10 ел тұрақсыз мүше болып саналады. Енді қауіпсіздік кеңесінде 5 ел тұрақты қандай елдер десе, ол қазіргі Ресей, бұрынғы КСРО, Қытай, ақш, Англия, Франция, яғни осы 5 мемлекет тұрақты мүшесі болып саналады. Осы 5 мемлекетте вето құқығы болып саналады. Вето құқығы, яғни бұл 5 мемлекет қауіпсіздік кеңесінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің любой шешімін жоққа шығара алатын ерекше вето құқықтары бар екен. Ал қалған 10 мүшесі уақытша 1 жылға сайланатын еді. Міне осы. Енді келесі айтатын мәселе Біріккен ұлттар ұйымында экономикалық, әлеуметтік кеңес, қамқорлық жөнінде кеңес, бас хатшылық, басшылығы мен хатшылық пен халықаралық сот қызметтері деген сияқты қызметтері бар. Одан бөлек 2017 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы ретінде Антонио Гутерриш деген кісі болып сайланды. Осылайша әлі күнге дейін осы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы болып осы Антонио Гутерриш қызметін атқарып келе жатыр. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымында халықаралық мамандандырылған ұйымдар бар екен. Оларға мысал ретінде Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы ЮНЕСКО деп аталатын ұйымы бар екен. Бұл ЮНЕСКО жалпы ғылыми, тарихи, мәдени ескерткіштерді қорғайтын ұйым, міне, осы ЮНЕСКО деп аталады. Біріккен ұлттар ұйымының ресми тілдері қандай тілдер десе, ағылшын тілі, орыс тілі, француз тілі, испан тілі және араб тілі және қытай тілдері болып саналады. Неге бұл тілдер таңдалды? Себебі бұл тілдер ең көп таралған тілдер болып саналады. Айтпақшы, бұл да ұбт-дан келетін сұрақ. Дәптерге жазып алуды ұмытпа. Келесі, осылайша бұл жаһандық халықаралық қауіпсіздік жүйесі және егде және бөтен мемлекеттер арасындағы әлемдік татулықты қамтамасыз ету үшін адам және адамзат құқықтарына жалпыға бірдей декларация мен қауіпсіздік және теңдік еркіндіктер туралы жүйені осы Біріккен ұлттар ұйымы негіздейді. Осылайша Біріккен ұлттар ұйымы
1948 жылы 10 желтоқсанда Бас ассамблеясы адам құқықтары жалпыға бірдей декларациясы қабылданды. Бұл документ бойынша адамзат тарихта адамдардың құқықтары, еркіндігі тең, нәсіліне, түріне, светіне қарамастан адамдардың бірдей тең екендігі айтылатын документ болып саналады. Декларацияда қамтылған құқықтар мен бостандықтар 4 топқа бөлінеді. Бірінші топқа адамға тән құқықтар мен бостандықтар болады. Яғни оларға адамның өмір сүру құқығы, адамның еркіндігі мен жеке басына қол сұқпаушылығы, құлдықтан, азаптаудан және адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынастан қорғау осы бізде бірінші топқа жатады екен. Ал әр адамның жеке және отбасы өміріне, үйіне және хабарларына, абыройы мен беделіне қол сұқпаушылық, сонымен қатар тәуелсіз бен бейтарап сотпен өз құқықтарын қорғау құқықтары әр адамның осындай құқықтары бар екен. Негізгі бостандықтар мен құқықтардың екінші тобына мыналар жатады. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтары екінші топқа жатады екен. Олардың ішіне азаматтық алу құқығы, мемлекет ішінде еркін жүріп тұру құқығы, тұрғылықты орын таңдау құқығы, елден кету немесе елге келу құқығы, саяси баспана алу құқығы бар екен. Ал декларацияның үшінші тобына ол бізде саяси құқықтар мен бостандықтар жатады екен. Оларға мыналар жатады. Ар, ой, дін, сөз, наным, сенім бостандығы, бейбіт жиналыстар жасауға, одан бөлек қауіпсіздік, қауымдастықтар мен бостандығы, одан бөлек өз елінің басқару құқығы, жалпыға бірдей және тең сайлау құқығы, осылар бізде үшінші топқа жатады. Яғни адамдардың саяси және құқық бостандықтарына жатады. Ал декларацияның төртінші тобына бізде экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар болып саналады екен. Оған еңбек еркіндігі, жұмыс еркіндігі, тең жұмысқа тұру, тең ақы төлеу құқығы, кәсіп одақтар құру, одан бөлек демалыс, емделу, немесе әлеуметтік қорғалу, ата-ана баланы қорғауы, білім алу, одан бөлек мәдени өмірге араласу құқығы осы бізде экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқық болып саналады екен. Осылайша Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен адамның 4 құқығы бар екен, 4 тобы. Осыны дәптерге жазып алыңыздар. Енді Біріккен ұлттар ұйымына мүше мемлекеттер адам құқықтарын сақтауға тиіс ортақ принциптерге қатысты мемлекеттерге қол жеткізді. Осылайша 1966 жылы адам құқықтарын жалпыға бірдей декларациясын қабылдағаннан кейін заңды күші қабылданды. Осылайша екі маңызды пактіні қабылданды. Бірінші экономикалық, екінші әлеуметтік, мәдени, халықаралық пакті деп аталатын құқық қабылданды. Одан бөлек 1979 жылдан бастап Бас ассамблея әйелдерге қатысты кемсітушілікті тоқтату, тыйым салу мақсатында конвенция қабылдады. Осылайша 79 жылдан бастап әйелдерді кемсітуге болмайды. Енді жазаланасыздар. Одан бөлек Бас ассамблея балалар құқығын қорғады. Яғни 1989 жылдан бастап балаларды ұруға, соғуға, тебуге, мазақтауға болмайды. Яғни конвенция бекіткен документ. Тоже заң бойынша жауап бересіздер. Одан бөлек Біріккен ұлттар ұйымында дінге негізделген діни төзбеушілік пен кемсітушіліктің барлық түрлерін жою жөніндегі жұмыстар өткізіп жатыр. Одан бөлек қазіргі кезде қоршаған ортаны қорғау, экологияны ластамау, қарусыздандыру мәселесі Біріккен ұлттар ұйымындағы маңызды рөлді атқарып отырған мәселе болып саналады. Біріккен ұлттар ұйымы ядролық қарулы күштерді шектеуге елеулі үлестерін қосып жатыр. Одан бөлек бізде Біріккен ұлттар ұйымы 50-60 жылдары бастамасымен бізде халықаралық шиеленістерді төмендетуге деген өзара ниеттері пайда болды. Мысалы, нақты шара ретінде 1959 жыл Америка құрама штаттары, Ұлыбритания, Франция және КСРО-ның бірқатар мемлекеттік қол қойған документі, ол бізде Антарктида туралы документ болып саналады. Жалпы жаңбыз айтқандай Америка болсын, Ұлыбритания, Франция болсын, жалпы КСРО болсын, олардың бәрі Антарктиданы кезінде алғысы келді өзінің жеке меншігіне. Бірақ 59 жылы қабылданған шарт бойынша бізде оңтүстік ендіктің 60 градусына қарай
кез келген әскери нысандар мен базалар соғуға тыйым салынды. Осылайша Антарктида аймағында демилитаризация процестері жүргізіп, Антарктида ешкімдік емес, Антарктидада тек қана ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілді. Одан бөлек 1950 жылдан бері ірі ядролық державалар, яғни ақш, КСРО және Ұлыбритания арасында ядролық сынақтарды тыйым салу бойынша келіссөздер жүргізілді. Ал 63 жылдан бастап Кариб дағдарысынан кейін Мәскеуде үш держава, жаңа біз айтқандай ақш, КСРО және Ұлыбритания арасында атмосферада, суда және ғарышта, жердің бетінде жалпы ядролық сынақты жаруға немесе өткізуге тыйым салынды. Енді ядролық сынақты тек қана жердің астында ғана жаруға рұқсат берілді. Жер астында сынақтар әлі тыйым салынбады, бірақ та тараптар оларға тыйым салу мақсатында келіссөздерді әлі күнге дейін жалғастыруда. Осылайша Мәскеу конференциясы қару-жарақтарды жарыстыру мәселесі бойынша алғашқы тоқтату шарасы болып саналады. Енді бұл келісім Қазақстан үшін де өте маңызды келісім болды, себебі ядролық сынақтан Қазақстанда өте көп зардап шеккендер болды. Енді біз зардап шегуді тоқтата бастадық. 1949-дан 1963 жылдарға дейін ядролық сынақтар жер бетінде өткізілсе, 63 жылдан бастап тек қана жер астында өткізілді. 1970 жыл ядролық қаруды таратпау туралы келісім шартқа өз күшіне енді, осылайша ядролық қаруды енді таратуға тыйым салынады. Осылайша әлемде милитаризмнің өсуі жалғасты. Соған қарамастан 60-шы жылдарда қарусыздандыру процестері қарқынды түрде жүзеге асты. Одан бөлек халықаралық ұйымдар бұл мәселені шешуге тырысты. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жалпы әлемді қарусыздандыру үшін өз еңбектерімен күресіп келе жатыр. Одан бөлек апартеидпен, нәсілдік кемсітушілікпен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы күресіп келе жатыр. Осы кезде бүгінгі күнге дейін бұл басты күн тәртібіндегі орын алып отырған маңызды бір мәселе болып саналады. Енді 1960 жылдары Біріккен ұлттар ұйымы отарсыздандыру процесін бастады. Естеріңізде болса, 60 жыл Африка жыл деп аталады. Осы кезде көптеген африкалық елдер өздерінің тәуелсіздігін алды. 65 жылдан бастап отарлық аумақтардағы әскери базалар жоюға шақырылды. Осылайша оңтүстік Африка Республикасы Родезиядағы португалдық отаршылдықтарды нәсілдік режимді бірнеше рет мәрте айыптады. 73 жыл бас ассамблея апартеидті жоюды көздейтін конвенция қабылдады. Одан бөлек қауіпсіздік кеңесі оңтүстік Африка және Родезияға қатысты Португалияға қарсы экономикалық және санкцияларды қабылдаған еді. Осылайша бізде Біріккен ұлттар ұйымы 86 жылы даму құқығы туралы декларация қабылдады. Декларацияда адамның дәл осы даму орталықтарында тұрғанда, осы кезде адамдардың дамуы, артықшылықтары, адамның міндеттері, адамның құқықтары сақталуы керек деп айтылатын документ қабылданды. Ал 66 жылдан бастап бас ассамблея Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық қызметін әлеуметтік, экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі саясатқа бағыттау үшін даму жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының 10 жылдығы деп аталатын жылдығы жарияланды. Біріккен ұлттар ұйымының негізгі мәселесі ол бізде кедейшілік, жұмыссыздық және әлеуметтік дезинтеграция деп аталатын негізгі мәселесі бар. Бұл үш негізгі мәселесін дәптерге жазып алыңыздар, ұбт-дан міндетті түрде келеді. Енді оларды шешу әлеуметтік басты проблема болып саналады. Енді адамзатта қазіргі кезде ең қатерлі мәселелердің бірі осы мәселе болып саналады. Өкінішке орай қақтығыстың қазіргі кезде зардап шеккендердің 90% осы бейбіт халық болып келеді. Қақтығыстарды қазір тоқтату басты бір мәселе болып саналады. Одан бөлек босқындар проблемасы туындап тұр. Жалпы 2010-2011 жылдары араб көктемінен кейін таяу шығыстан, Африкадан Европаға көптеген босқындар ағылып келе жатыр. Сирияда соғыс осы жылы ғана тоқтады. Мына енді Біріккен ұлттар ұйымының көк туға деп аталатын бағдарламасы бар. Осылайша бұл бейбітшілік мақсатында қолданған әскерлер болып саналады. Қазіргі Қазақстанның қарулы күштері Сирияда қызмет атқарып жатыр. Олар бастарына көк көмбек туға килап, сол жерде тәртіпті және елдегі
жаңағы тыныштықты сақтап жүрген өзіндік бір еңбегі бар екен. Осылайша Қазақстан да біріккен ұлттар ұйымына өз үлесін қосуда. Біз өз үлесімізді қосуда екенбіз. Жалпы әлемде екі ірі державаны үстемдік орнатқысы келген анық көріне бастағандығын бәріміз білеміз. Жалпы Америка, КСР сияқты мемлекеттер біріккен ұлттар ұйымына бағынғысы келген жоқ. Жалпы ақш-тың күшті қысымы, екіншіден жалпы КСР-ның қысымы, бұның бәрі біріккен ұлттар ұйымы үшін өте ауыр бір сынақ болған еді. Балалар, біз бүгін біріккен ұлттар ұйымын өттік. Сабақ осымен аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймыз. Сіздерге тапсырма біріккен ұлттар ұйымы туралы конспект жазыңыздар. Ол сіздерге міндетті түрде ұбт-дан келеді. Сіздермен болған Еркін ағай, келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. 125 high school.